Ассалаумағалейкум, Чокбайсар көрермендері. Міне бүгін Бекжан Омаров ағамыздың шаруашылығына кеп қалдық. Бүгін қызықты саудалар болып жатыр. Дархан ағамыз бен Бекжан ағамыздың арасында мықты саудалар болды. Екі қошқарға видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ал достар, Бекжан Омаров ағамыздың шаруашылығын түсіріп жатыр. Мынау карнавал деген қошқардың ұрғаш тұсақтары екен, бір жастан асқан. Енді қазір бойын өлшеп, сіздерге бір көрсетіп жіберейік, бір қатар түсінікті болу үшін да. Мынау бойын бір көрсетіп жіберейік. Бекжан аға. 91 шығып тұр ғой. Тұсақ әлі тумаған. Тісі қозы түспен. Жігіттер көрсетіп жіберіңдер. Қозы. Тұре. Қозы. Бекжан ағамыз 90-91 деген ол сәңго дейді ғой бізге. Сәңго ғой шынымен. Мынаны да көрсетіп жіберейік достар. Сан деген. Достым ағам. Лазердің қызы. Лазердің қызы ма. 92 шығып тұр ғой бұл. Бұнда тісін көрсетіп жіберейік. Бұл неше жасарлық, Бекжан аға? Тіседі бұл. Екі тіс екен бұл. Тіседі бұл. Бұл да тумаған ғой, е? Жоқ, тұсақ бұлдыр ғой. Ал енді мынау қозыны мен өзім мақтап жүрейін. Бұл болса графтың немересі, карнавалдың қызы, 3 миллионға берілмей жатқан ұрғаш қозы осы. Сен қапат дедің ғой, 4 миллион бердің ғой. Құлағын не, ұзындана қараңыздар. Көдем ғой. Керемет екен. Құлағын өлшеп жіберейік, жігіттер, қараңдар. Құлағы 22-ден асып тұр ғой, 23 почти. 23 шығады бұның. Бұл маған тұсақ бұл да. Қозы тіс. Енді сепат екен. Міне, құйрығын қараңыздар. До конца разрез. Керемет екен ше, ұсақ. Кастяғы мощный. Кастяғы мощный. Міне, алдында көрсетіп жіберейік тағана. Міне. Алла берекесін берсін досым. Ал Дархан аға, сіз кімге? Бекжан аға, сізге бір екі сұрақтар бар. Шаруашылықты бастағаныңызға қанша жыл болып жатыр? 20 жылдан асып кетті ғой. 20 жылдан, е? Басынан осындай бір асыл тұқымды қой асырадыңыз ғой? Жоқ, бұрыннан. Бұрыннан, е? Бұл не үшін қалай қызықтыңыз бұл шаруашылыққа? Адамдар енді басқа салаларды да жүрдеп естіп отырмыз сізді. Негізі енді қой бағу біз үшін хобби болып кетті ғой. Хобби? Иә. Хоббимен бастағанбыз. Қазір бизнес болып кетті енді десек. бизнес болып кетті, кәсіп болып кетті. Сондай болып кетті. Дұрыс. Енді анау қазір жаңадан көбісі бастап отыр ғой. Тренд болып кетті қой бағу деген ше. Жаңадан бастап жатқандарға не ақыл айтасыз? Қалай бастаған дұрыс? Қозыдан ба, или саулық алып бастаған дұрыс па? Мен өзім тек қана саулық ағам. Саулық, е? Саулық ағам. Саулық алып, кәз сауықтарды алып, соны туғызып, соны балдарын алып қалып, сөйтіп осы күнге жеткенбіз. Енді ол қозы кезден мықты қозыны алу қиын ғой. Мықты қозыны енді қазір сатпайды ғой мықты шаруашылықтар. Енді сен кәрлі қой сатуы мүмкін, кәрлі қойды. Кәрлі қой алып, бір жақсы қошқар алу керек десеңізші. Жақсы бағыммен қарап, бір-екі туғызып, соны баласына бағу керек. Енді анау көбісі бастап жатыр да, қазір дұрыс түсінбейді да. Осындай тұсақтарды сіз айтасыз, 1,5 жасында қосқан дейсіз да. Біреулер 1 жасында қосқан дейді. Біреулер айтады, 10 айлық қайсы дұрыс деп ойлайсыз, өзіңіз ойыңыз. Енді негізінде бұрынғы совет одағының кезінде негізі элита тұсақтарды 2 жылға дейін қоша қоймаған. 2 жылға дейін. 2 жылға дейін қоймайды, кейін туғаннан кейін барып, ол бір жақсысы қоз туған кезде проблема болмайды да. Өзінің қозын өзі емізеді, азбайды. Енді тұсақ кезден туатын болса, ол енді мал аз болса, ұстауға болады. Енді жақсы ұқытпен жем беріп, қарап отырса, туғызуға болады. Бірақ мен өзім 1,5 жасынан саламыз ғой. Енді тағы да бір сұрақ. Бұларды, мысалы, біреулер қолдан ұрықтандырады, біреулер қошқар жібереді. Сіз қалай қолданасыз? Мен қолдан ұрықтандыру деген менде болған емес. Тек қана қошқар жібереміз. Қошқарды кешкісін жібереміз. Азанда бөліп аламыз. Қошқар қорада тұрады, кешкісін жібересіз? Иә. Бөліп аласыз. Бөліп аламыз. Енді біз енді қошқаршылығында маған саулық көп болмағаннан кейін, біз жеке-жеке өзім соттап саламын. Жуанға жіңішке, жіңішкеге жуан, құлағы қысқа, құлағы ұзын біртіндеп саламыз. Сол көп кісілерден естідім да, қойда жүрген. Сізді каждый қойдың қосына дейін таниды дейді да? Енді негізі енді мал бағатын кісілердің бәрі таниды негізі. Білмеймін, көбісі айтып отыр енді сізді бірге-бір таниды дейді. Енді көп мал болғаннан кейін шатастырып алады көп адам. Жоқ, мықты шабандар шатастырмайды. Ана мен білетін Абдухағар деген қария кісі бар, сол кісі 1000 қойдың бәрін танимын дейді ғой. 1000 қойдың бәрін танимын дейді. Негізі ол мал бағатыннан тану керек қой негізі.
енді өте танымай қалуым мүмкін, енді бірақ тану керек қой. Тану керек қой. Дұрыс айтасың. Өз баққандай екен да негізі. Иә. Может, кіші болса, танымайын деп құтылуым мүмкін да. Шешесін таппай қалуы мүмкін. Осы жақында бір ақпарат естідім да, бәке. Жақсы дающий қошқар болып жатса, бірінші тума тұсаққа қойсаң, уже келесі қозыларда сол қошқарға сәл ұқсап туады дейді. Рас па или өтірік ақпарат болды? Енді ол жағын білмеймін, мен енді Ондай практика оны болмады ма? практика болғанда мен тек қана жақсы жасаған екенмін бат, тек қана жақсы болады да, может, сонда болған шығар, мен қозыға да тек қана жақсысын саламын ғой. Может, мүмкін сонда болған шығар. Біздің олай менде ана ота қошқар деген болмайды ғой, қошқар менде 5-6 болады. Сұрыптап саламыз ғой біз, пробаға саламыз. Мықтысын саласыз ғой, Бірінші пробаға саламыз. Кейін жақсы берсе ғана саламыз ғой. Сол себепті ол бағанағыдай бірақ шығып кетеді деген ол кем деген ол. Дұрыс. Ал енді мына қазір көбісі бір түсініксіз болып жатыр да, баға неге қымбаттап кетті. Мысалға бәрі айналып келгенде бұл ет қой дейді ғой. Сол жағына қысқаша өзіңізді ойыңызды айтып кетсеңіз. Енді ол бұрыннан ата-бабадан келген сөз бар ғой баяғыда. Бір қошқар енді бір ата қоймен тең деп айтады ғой. Бір ата қой естіп берсе, сол кездің өзінде айыптым ақша болған ғой. Енді қазір бір ата қой деген сұмдық ақша ғой. Сонда сол себепті ол сол кездің өзінде қошқарды бағалаған ғой негізі. Айтайын дегенім, көрермендер, мына Бекжан ағамыз айтып жатыр да, 20 жыл селекция жүргізген. Мына 20 жылдық селекция нәтижесі мына алдарыңызда тұр. Сіздерге просто бір тоқты болып көрінетін шығар. Мына қараңыздар. Карбоносы, құлағының дәулігі, жүннің шотқы болу, аяғының жуандығы, мына екінің бірінде мынандай 91 тұсақ жоқ та, достар. Соны бағалап, Бекжан ағамыздың еңбегін бағалап кетіңіздер. Құйрығына қараңыздар, міне. Көрдіңіздер ма? Анау саулықта бұндай дене жоқ та, бұл тұсақ әлі. Алла қаласа бір туғаннан кейін сүйекте жарады, бойда тағы өседі. Дұрыс па, Бекжан? Иә. Тағы қандай ой айтып жібересіз? Енді бастап отқан жігіттерге, кісілерге айтарым, қой бағыңыздар, қойда береке бар. Қой қазір енді жем-жептің қымбатына байланысты, менің ойымша қойын жақсысын баққан дұрыс. Сапалысын. Сапалысын. Өйткені қазір еттің бағасы енді қымбаттап тұр. Сол себепті етке саққанның өзінде ақтайтын болу керек қой. Қазір енді қой табу да оңай емес. Білесіңдер. Сол себепті жақсысын баққан дұрыс. Не қандай мал болсын да, жылқы болсын, сиыр болсын, қой болсын, жақсы болған дұрыс. Достар, міне, базар мен шаруашылық айырмашылығы осы ғой міне. Мына линиясын полный айтып береді, мысалға, әкесін, шешесін Бекжан ағамыз. Сол сияқты сапалы ертең қозы алуға өзіңіз. Енді 100% болмаса да, енді Алланың қалауымен жақсы қозы алуға өз мүмкіншіліктер болады да. Сол үшін міне шаруашылықтардан алып, қымбат болса да, зато ертең жемісін көреді. Жылда жақсы шығарамыз, қозасы шығарамыз. Өйткені базарда, Қарабақ базарына жылда білет. Өйткені халық көрген дұрыс қой. Мәселе қымбат болсын дейміз, жылда шығарамыз. Былтыр қозы шығардық, биыл да шығардық, құдай қаласа биыл да шығарамыз. Енді ол үшін барар жер ет қой, халық көру керек. Өрде жалпы шаруалардың бәрі базарда ғой негізі. Базарда, иә? Базарда. Қазіргі таңда базардың өзінде малдар әлдеқайда қымбат. Сен базардың бағасын ішін білмейді бұған. Баяғыда анау еттің бағасын айтпайды. Сен өзің ойындағы бағадан бір 100 мың теңге кем айтуың мүмкін, бірақ алла қалып. Уже бағалайды десең? Иә, уже бұрынғы заман жоқ қазір. Қазір көбісі енді мен өзім көріп жүргенмін Бекжан аға. Базарда еттің бағасын есептейді көбісі. Соған ғой айтып отқаным. Жоқ, қазір түсініп қалған же. Түсініп қалған ба? Түсініп қалған. Уже тұқымға түсініп, жақсы қошқар алуға тырысады десең. Базарда жақсы мал түссе, бірінші ретте алып сатылар, ақ қояды, таныстарына сатады. Бұрынғыдай ана сою деген жоқ, жақсы мал соямайды ешкім. Алып қояды да өздері бағады. Базардағы кісілердің 90%-ның өзінің шаруашылықтары бар. Олар мал алып сатады, жағада элита қойлар бағады. Жақсы нәрсені алып қояды десең? Иә, өздері де бағады. Енді олар айтпайды бәріне бағамын деп. Бірақ мен біраз шаруашылықтарды білемін, кісілерді білемін, жігіттерді білемін. Олардың шаруашылықтары бар. Өздері бағып, жақсы мал бағып жатыр. Достар, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бекжан ағамыздың бүгін шаруашылығында мықты саудалар болды. Видеоның соңына дейін қарап, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Рахмет. Арман, Ассалаумағалейкум, Шоқбай Сара көрермендері. Міне, Бекжан ағамыздың шаруашылығына келіп, қошқарларын көріп жатыр. Қошқарынан пробный түскен қозыларын көріп жатырмыз. Мынау депутаттың баласы. Дипломат деген қошқар. 1 жастан асқан, е? Енді машалла керемет қошқар екен. Гармонолсы, құлағы, бас светлый, костяк барлы. Енді мынау беріп жатқан пробный қозылар, е? Бірінші қозысы осы. Бірінші қозысы 1,5 ай, 45 күндік қозы. Мынау қандай қоз?
Бұл да осы қашқан тауықтан түскен. Оның анасы гектердің қозысы. Соған түскен. Бұған бір ай болған жоқ әлі. Осының 27-сіне толды. Жасын. Мына қозыға қарасаңыздар бөлек қоз екен. Уже әкесінің құлағымен бірдей ғой. Горбоносый, светлый. Аяғын жоғындықтарына қарап қойыңыздар. Кең. Қоз сатып кетті деп айтты. Әдем. Керемет екен ше. Берекесін берсін Бекжан аға. Ол қандай қоз? Бұл депутаттың осының лазердің қызынан туған. Бұл да лазердің қызынан түскен осының пробный, иә? Ертең бір ай болады бұған. Машалла, берекесін берсін. Керемет қозылар екен. Лазердің қызынан туған. Кастек, құлақ, горбонос страшно береді екен бұл қошқар ше. Надан 16 күн кішкентай. 16 күн кішкентай, иә? Мадан. Мынау шешесі Золотойдың қызы, мынау лазердің қызынан түскен. Екеуі де бірінші туман болды. Машалла, берекесін берсін Бекжан аға. Бұдан да мықты қозылар түсе берсін. Бұдан да басқа қандай қошқарларыңыз бар? Көріп жатсақ қазір. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қазір тағы да қызықты ақпараттар болады. Дархан ағамыз сауда жасап отыр. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, көретін боласыздар. Ал достар, міне жаңа сауда анықталды. Дархан ағамыз бен Бекжан ағамыз мына қошқардың саудасын істеді. Қалай сауда болды, бір қысқаша айтып түсіндіріп кетсеңіздер. Сауда болған кезде бұл Бекжанда Карнавал атты қошқардың баласы Питері біраздан бөліп жатса Саматта тұрған графтың немересі. Бұл қошқарға мен былтырдан бері қызығып жүрдім. Бекжан досымнан сұрап жүрдім. Бұл қошқар сатылмайды деп жүрген. Бүгін Алланың қалауымен сауда болды, сатып алып жатырмыз. Бағасы 3 миллион болды. Бұған күзді күні 2,5 миллион берген. 2,5 миллионға досым сатпай қойған. Көрмеді анау жең құмдар көрмеді. Қазір Құдайға Алланың қалауымен әйтеуір арамызда сауда болды. Бекжан досым ақшадан береке деп. Өзің сұраған баға бердім енді. Разы бол. Сол. Алла берекесін берсін енді. Жуандық енді. Берекесін берсін. Міне, горбоносый құлағы 22-23, расположение керемет. Қарасаңыздар, аяғының жуандығы, көкірегін көрсетіп жіберейік та әке. Көкірегінің кеңдігіне қараңыздар. Енді бұл дала жайылымда жүрген арық кезі ғой енді. Керемет қошқар. Алғанға да, сатқанға да берекелі. Әке, жақсы қошқар болып сізге. Рахмет. Тұқымы тарыдай шашылып, мықты чемпион қозылар туыла берсін. Амин. Алла қаласа өзіңіздің личный өзімнің атымнан шықты деген чемпион. Сондай қозылар туылып, Алла қаласа. Бұның шешесі Ахиллестің қызы. Ахиллес сен де өлген білесің. Ахиллестің қыздары бар. Алла қаласа. Эмбридинг жасайын деп тұр екенсіз, Алла қаласа. Жоқ, басқалар бар. Иә. Ахиллесте де құлақ. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тағы да бір қызықты сауда болды. Енді қазір екінші сауда ол. Тағы да түсіреміз. Міне жаңа Дархан ағамыз сатып алған громның пробный қозысы. Керемет мощный еркек қозы. Құлағы, басы келіскен, аяғы жуан. Неше айлық Бекжан аға бұл? 2 ай болған жоқ. Атшан көрсетсеңіз қырық жан. Керемет екен. Ал достар, жаңа видеоның жалғасы екінші қошқарда сауда болып Бекжан ағамызда. Бұл қандай қошқар Бекжан аға? Қысқаша ақпаратын айтып беріңіз. Болды, әке айта беріңіз. Бұл деген, егер бәрі білетін болса, лазер деген қошқар болған Бекжан Омаров досымды. Бұл әкесі 3 күн чемпион болған. Біздің Бекжан екеуміздің арамызда лазердің линиясы менде бар, Роналду деген қошқар. Енді бұл қанын жоғалтпас үшін алып жатырмын. Роналдудан мықты балалар бар, бірақ та мына қошқарға өте қызыққан қошқар. Екеуміздің арамызда 10 миллионға да сұрағам. Мен Бекжаннан ше. Сөйтіп 15 миллион деп жүрген, 15 миллион алам деп жүрген. Бірақ та Бекжан досым маған сыйлап беріп жатыр. Бұның бағасы 8 миллион болды ол. Мен ашығыды. 15 миллионға алам деп жүрген едім. Бекжан айтты, досым саған қымбат кетпесін, арамызда сыйластық қалсын деп, бағасы 8 миллион болды. Бұл 2 жасар Блейд деген қошқар. Ал досым, Алла берекесін берсін. Алла берекесін берсін. Сен жолыңды бізге берсін, Құдай қаласа. Біздің қорада жақсы қозылар шыға берсін. Сенде бұдан асқан мықты қошқарлар шыға берсін. Ақша берекені табын. Керемет қошқар. Әке, құтты болсын тағы да. Мықты чемпион қошқарлар жинап отырсыз. Енді бір келесі жыл бір бомба жарайын деп тұрсыз, Алла қаласа қозылардан ше. Жайыннан кейін қарасаңыздар, көкірегіне қараңыздар, міне. Жалпақ мықты қошқар, міне. Аяқтары да жуан. Жалпаған бір
жалпақтығын бір көрсетіп жібер Олжас келіп. 1 миллионнан 8 қосып сатып болды. Міне мықты қошқар жалпақтығы. жоқ ұзындығы мықты ұзын. Ұзындығы бір бөлек, енді жалпақтығы вообще бір бөлек болып тұр ғой бұл. Міне қарасаңыздар. Одан мықты. Әке, мықты қошқар алыпсыз. Рахмет, бауырым. Берекесін берсін енді. Мықты төлдер туыла берсін чемпиондар. Бұның өзі чемпион болып тұр ғой бір бөлек. Ал, төпте қазір. Достар, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер.